Сәлеметсіңдер ме балалар? Екінші тоқсан бойынша әдебиет сабағын ең бірінші сабағы Дулат Бабатайұлы. Бүгінгі сабақта біз азулы ақын, шыншыл ақын Дулат Бабатайұлы туралы өтетін боламыз. Ендеше, сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Бүгінгі сабақта эпикалық шығармадағы автор бейнесін анықтауды үйренетін боласыңдар. Балалар, Дулат Бабатайұлы туралы мәтінді бірге оқиық. Дулат Бабатайұлы 1802 және 1874 жылдар аралығында өмір сүрген көрнекті ақын. Қазақ әдебиеті тарихындағы көрнекті тұлғалардың бірі Дулат Бабатайұлы 1802 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Аягөз ауданында дүниеге келген. Дулат өз буынының алды аса зерделі адам болған. Ауыл молдасынан оқып, мұсылманша сауат ашқан. Дулат ақындық өнердің ерекше қастерлеген аймақта өмір сүрген адам болған екен. Ендеше балалар, Дулат Бабатайұлы туралы арнайы бейнематериалды бірге көрейік. Ғасырда өмір сүрген жырау Дулат Бабатайұлы өксігіңді ойласам, ұйқы беріп қайғалам. Ел құлағы саңырау, кімге айтамын сөзімді? Дулат сынды сорлыда ұйқы тыныштық бола ма деп жырлаған екен. Дулат Бабатайұлы 1802 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Сандықтас өңірінде туып өскен. Жырау алғыр, зерек болып өседі. Жасында ауыл молдасынан оқып, арабша хат таниды. Ол өз заманының байғыз қарт атанған дана еді. Әрі өте шыншыл, турашыл, айтарын кімнен болса да тайсалмай бетке айтатын батыл ақын болған. Ақындықты Тәңірдің сыйы, елдің жан сырын, мұң шерін толғайтын даналық өнер деп түсінген.
ендеше видеоны жақсы көрдіңдер деп ойлаймын. Балалар, осы видеодан біз Дулат Бабатайұлының қандай ақын екенін мынандай қорытындыға келеміз. Дулат Бабатайұлы тілі уытты, шыншыл ақын. Не себепті тілі уытты, шыншыл деп айтамыз? Себебі ол өзінен үлкен дәрежелі адамдарға, хан мен уәзірлердің сынын бетіне тура айтып, еш тайсалмай қате жерлерін жөндей алатын мықты, шыншыл, тілі уытты ақын болған екен. Өлең өлшемі өзгеше ақын дейді. Жырау ақын, туған елінің қамын жеген ақын, отаршылдық әрекеттерге рухани әсер еткен ақын деген қорытынды шешімдерге келеді екенбіз, балалар. Ендеше, әрбір сабақ сайын мен сендерге жаңа бір әдеби терминмен таныстырып отыратынмын. Бүгінгі сабағымыздың әдеби термині толғау деп аталады. Толғау дегеніміз өмір туралы, қоғам, адам тіршілігі, жақсылық, жамандық, тағы да басқа тақырыптарда ақыл, өсиет, насихаттық тұрғыда ой қозғайтын әдеби жанр. Толғаудың негізгі дидактикалық сарын. Толғау ауызша дамып, біздің заманымызға дейін ауызша жеткен әдеби шығарма түрі болып табылады екен, балалар. Ендеше, дулат өлеңдерінде қазақтың шешендік өнеріне тән қысқалық, нұсқалық, көркемдік, шыншылдық, турашылдық, алмастай өткірлік, сенімділік, тағы да басқа ерекшеліктер мен мақал-мәтелге тән түйіп айту, образдылық, салыстыру, нақтылық секілді қасиеттер көрінеді екен. Балалар, Дулат Бабатайұлының көптеген шығармалары толғау түрінде келеді. Яғни, Дулаттың шығармалары көбіне көп өмір туралы, қоғам, адам тіршілігі туралы, жақсылық пен жамандық тақырыбында көптеген өлең шумақтарын жазып кеткен, сөзі уытты, жырау ақын екенін естеріңе сала кетейін, балалар. Ендеше, бүгінгі сабақтың тапсырмасы. Дулат Бабатайұлы кім? Ол қай ғасырда өмір сүрген? Қысқаша баяндап бересіңдер. Одан кейін екінші тапсырма. Әдеби теориялық ұғымдарға анықтама бересіңдер. Эпитет дегеніміз не? Және риторикалық сұрау дегеніміз не? Ендеше, кері байланысқа шығайық, балалар.